Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Әдеттегідей Маңғыстау арнасында тікелей эфирде менің құқығым хабары, студияда мен Әділбек Кенже. Бүгінгі талқыға түсер тақырыбымыз төтенше жағдай кезіндегі соттардың қызметі деп аталады. Осы тақырыпқа байланысты студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Примашев Нұрсапа Махамбетұлы, Маңғыстау облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы, және де Қарабаев Ержан Өсерханұлы, Маңғыстау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, тақырыбымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, ат салсыңыз. Біздің байланыс бағдарымыз 30-30-08, Ақтау қаласының коды 872-92, және де бізге WhatsApp желісі арқылы жазбаша түрде сұрақтарыңызды жолдай аласыз. Ол үшін 8-777-739-89-18 нөміріне жолдасаңыз, біз эфир барысында сұрақтарыңызды қонақтарымызға қоятын боламыз. Енді алғашқы сұрақ Нұрсапа Махамбетұлы, енді елімізде төтенше жағдай енді аяқталды десе де біздің облыста енді ұзартылды ғой. Дегенмен шектеулер әлі де жалғасуда. Көптеген мекемелер енді онлайн қызмет көрсетуге көшті. Бұл енді бір жағынан мәжбүрлі түрде. Енді осы орайда соттардың қызметі қалай жүзеге асырылуда? Сұрағыңыз түсінікті. Жалпы төтенше жағдай жарияланғаннан кейін біз осы студияда халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізгенбіз. Жалпы барлық жерде белгілі шектеулер қойылды. Бізде соттардың жұмысында да шектеулер болды, яғни азаматтардың соттың ғимараттарына кіріп шығуы, жеке сұрақтармен қабылдау, тағы басқа. Бірақ сол кезде де біз айтқанбыз, жұмыс бұрынғыша жалғасын табады, бірақ жұмыстың бәрі жаңа қашықтықтан жүргізілетін болады. Талап арыздар сотқа беріліп жатса, олардың бәрі электронды түрде, ал іс қараған кезде жаңа қашықтықтан тиісті жаңа қазіргі техниканың мүмкіндіктерін пайдаланып, істерді қараймыз деп айтқанбыз. Сол бағытта біз жұмыс істедік. Енді бұрынғы кезде қанша іс қарасақ, сонша істерді қарауға тырыстық. Жалпы бұл жерде ешкімнің құқығын бұзбаған сияқтымыз. Өйткені ешбір жаңағы осы істі қарау бойынша арыз шағымдар түскен жоқ. Ал енді қазір мына төтенше жағдай бітті, бірақ дегенмен жаңағы қазіргі жағдайға байланысты шектеу шаралары сақталып отыр. Сондықтан біз қазір сол төтенше жағдай кезіндегі жұмыс қалай жүрсе, солай жүргізіп жатырмыз. Яғни істерді сол бұрынғыша қабылдап жатырмыз. Талап арыздар электронды түрде, істер қашықтан қатысу арқылы жүріп жатыр. Сондықтан осы жұмысымызды ертең мына бас санитарлық дәрігердің тиісті бұйрығы шыққанша осы бағытта жүргізіле береді жұмыс. Бірақ тараптардың құқықтарына шектеу келіп жатқан жоқ одан. Ал енді нақты бір санын ба айта аламыз ба? Қаншалықты осы жыл басынан бері өткен жылмен салыстырғанда осындай төтенше жағдай кезінде осы азаматтық істер бойынша заң бұзушылықтар қаншалықты артық па, кем бе? Енді жалпы азаматтық қарым-қатынас бұл күнделікті қарым-қатынас. Енді соңғы кезде жоғарғы соттың тарапынан, жалпы республика мемлекет басшысының тарапынан біраз мәселелер мемлекеттік органдардың қарауына берілді, заңдарға өзгерістер енгізілді. Сондықтан біраз мәселелер өзінің шешімін тапты. Сол себепті былтырғы кезеңмен салыстырғанда биыл соттарға арыздардың түсуі азайды, бірнеше рет азайды. Сондықтан жалпы бұрынғы кезеңмен қарағанда істер азайғанымен, бірақ мына жылдың басынан түсіп жатқан істер бойынша ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Ай сайын түсіп жатқан шамасы бәрі бірдей. Енді азаматтық істер бойынша бұрынғы кезеңдегідей ай сайын егер алатын болсақ, жаңағы көп өзгеріс байқалмайды. Әкімшілік істер бойынша, мысалға, әкімшілік істер бойынша да сондай. Жаңағы бұрынғы бұзақылық, тағы басқа жаңағы жолда жүру ережелері ол сол деңгейде келе жатыр. Бірақ қазір мына төтенше жағдайға байланысты арнайы бап бар әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде. Сол бойынша әкімшілік құқық бұзушылық жасағандар пайда болды. Олар жаңағы саны күн сайын өсіп отырды десек, мысалға артық кетпейміз. Енді олардың бәрі қазір тыйылды. Төтенше жағдай аяқталғаннан кейін ол істердің бәрі қысқартылды. Мемлекеттік органның өзінде бітпеген, сотқа жіберілмеген болса, мемлекеттік органмен, тиісті лауазымды иесімен, сотта болатын болса, сотпен жаңағы ол істер қысқартылды, тоқтатылды. Ал бірақ мына шектеу шаралары әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр. Қалай болғанда да біздің азаматтарымыз сол шектеу шараларын әлі күнге дейін сақтауы керек.
енді арнайы мына шектеу шараларын бұзған бап бойынша не жоқ, әкімшілік құқық бұзушылық жоқ ол бойынша. Бірақ біз өзіміздің сана сезімімізбен кішкене осы шектеуді түсініп, әлі ары қарай жаңағы індеттің жаңағы көбеюіне себеп өзіміз жасамауымыз керек та. Сондықтан бұрынғыша сол сақтық шараларын алуымыз керек. Десе де енді халық арасында болған шығар, жаңағында сақтық шараларын бұзып бір белгілі бір уақыттан асып кетіп, жаңағы көшедегі жаңағы маска тақпау дейміз, басқа да тағысын осындай дәрігерлік нұсқаулықта көрсетілген ережелерді бұзған. Ол жаңағы төтенше жағдай кезінде орын алды. Біз енді жаңағы жасалған әкімшілік бұзушылықтың ауыр жеңілдігіне қарап тиісті жазаға тарттық. Біраздарына мысалға мына көшеде үйінің, отбасының жағдайы, тамақ алу, мысалға жаңа дәріханаға бару, тағы басқа жағдайларда жүргендерге жаңа жазаны кішкене жеңілірек бердік. Яғни ескерту жасадық. Кейбіреулеріне айыппұл түріндегі, ал кейбір түнделетіп жаңағы арақ ішкен мас күйінде жүргендер олар енді тиісті жазасын алды, әкімшілік қамаққа алынды. Сөйтіп жаңағы ол кезде жаңағы соттар толық жұмыс жасап, жаңағы істердің бәрін уақытында қарап, тиісті жазалар, әкімшілік жазалар тағайындады. Олар бойынша соттың қаулылары өзгерді немесе күші жойылған жоқ. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ Ержан Өсерханұлының өзіңізге, осы төтенше жағдай енгізуіне байланысты соттарда іс жүргізуді тоқтата тұрған қылмыстық істер бойынша енді сотталушыларды күзетпен ұстау мерзімдері, одан бөлек өзге де процестік мерзімдерді есептеу тәртібі туралы айтып өтсеңіз. Сұрағыңыз түсінікті. Төтенше жағдай жариялауына байланысты соттар қашықтан қарауға көшті. Енді бұл елімізде және бірінші рет болып жатқандықтан жоғары сот біраз сұрақтар туындады. Сол сұрақтарға жоғары сот өзінің түсіндірмесін берді. Сол түсіндірмеде бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу түрінде қолданылған сотталушылар төтенше жағдай кезде тоқтатылған немесе кейінге қалдырған жағдайда оның мерзімі жалпы мерзімге қоса есептеледі. Сонымен қатар бірінші саты апелляциялық кассация сотта қаралған істердің мерзімдеріне қоса есептелетін болады. Мұнан бөлек жоғары соттың берген түсіндірмесінде соттардың қазір қаралып жатқан істердің кейінге қалдырылуына немесе тоқтатылуына байланысты олардың қылмыстық кодексінің 71-ші бабына сәйкес ескіру мерзімдерін қолдану мәселесі басты талап ретінде қойылды. Себебі бұнда ескіру мерзімі дегеніміз бұл қылмыс жасаған уақыттан бастап қылмыстардың санатына қарай мерзім өтуіне байланысты олар қылмыстық жауаптылықтан босатылуы тиіс. Мысалы, қылмыс санат бойынша онша ауыр емес қылмыстар бойынша 2 жыл болса, теріс қылықтар 1 жыл, орташа санаттағы қылмыстар бойынша 5 жыл, ауыр қылмыс немесе сыбайлас жемқорлық санатындағы онша ауыр емес немесе орта дәрежелі қылмыстар 10 жылдан, ал аса ауыр қылмыстар 15 жылдан қылмыс жасаған уақыттан бастап өтетін болса, олар қылмыстық жауаптылықтан босатылуы тиіс. Түсінікті, ал енді қылмыстық процессе 2020 жылға арналған нақтыланған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына сәйкес жаңа айлықтық есептік көрсеткіш бөлігінде ол қалай қолданылады? Қазақстан Республикасының президенті 8 сәуір 2020 жылға бюджетке өзгерістер нақтылау туралы заңға өзгерістер енгізіп, айлық есептік көрсеткішті 2778 теңге көлемінде орнатып, оның күші 1 қаңтардан бастап енгізіледі деген өзгеріс енгізді. Алайда мына қылмыстық кодексінің 6-шы бабына сәйкес, егер жаңадан қолданылған заң сотталушылардың жағдайын ауырлататын болса, ол кері күші болмайды, яғни қолдануға жатпайды. Соттан жоғары соттың берген түсіндірмесінде 1 қаңтардан 8 қаңтар аралығында жасалған барлық қылмыстық істер бойынша олар ескі қолданыстағы айлық есеп көрсеткіш 2651 теңге қолданылады, ал 8 сәуір айынан бастап жасалған қылмыстар бойынша жаңадан белгіленген 2778 теңгеден қолданылады. Бұл дегеніміз енді мен түсіндіріп кетейін, айлық есеп көрсеткіш мынау жаза түрлеріне байланысты айыппұл салған кезде, түзеу жұмыстарын белгілеген кезде айыппұл мөлшері, сонымен қатар жәбірленушілердің міндетті түрде жәрдемақы қорына өндірілетін сомалардың мөлшерін, сонымен қатар қылмысқа келтірілген залалдың ірі немесе асары айтарлықтай мөлшер есептеген кезде осы айлық есепке көрсеткішке сүйеніп соттар олардың іс-әрекетіне баға беріп немесе жаза тағайындауы тиіс. Түсінікті. Рахмет. Енді
Келесі сұрақ Мұсапа Махамбетұлы өзіңізбен, осы төтенше жағдай енді әр салаға да әртүрлі әсер етті ғой. Десе де енді кейбір мекемелер жұмысын уақытша тоқтатты, жұмыссыздар көбейді. Енді ағымдағы жылдың 4 мамырында президентіміздің Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне осы еңбек мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізді, заңына қол қойды. Яғни аталған заңда жұмыс беруші мен жұмысшыға қандай бір артықшылықтары көзделді ме, осыған тоқталсақ? Айтуыңыз орында, осы заңдарға, соның ішінде мына 11 заңға тиісті толықтырулар, өзгерістер енгізу бойынша үлкен заң болды. Бұл жерде осы заңның ішінде көп өзгерістер мен толықтырулар еңбек кодексіне енгізілді. Яғни бұрыннан егер жұмысшы мен әкімшіліктің арасындағы қарым-қатынас заңмен жаңағы өз деңгейінде реттеліп келетін болса, мына осы заңмен ол нақтыланды. Бұл жерде еңбекшілердің, жұмысшылардың қандай құқығы бар, әкімшіліктің қандай құқығы бар, соның бәрі жаңағы заңмен нақтыланып ішінде көрсетілді. Бұл жерде сосын көп мәселе мына еңбек қауіпсіздігін сақтауға бағытталып отыр. Яғни әкімшілік азаматқа, жұмысшыға қауіпсіз жағдай жасау керек. Сосын әрдайым оны оқытуы керек. Ол жаңағы әкімшіліктің міндеті. Содан кейін жұмысшылардан тиісті емтихан алып отыру керек. Оны орындамаған жағдайда осы заңмен енгізілді, әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік кодекске енгізілді, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ол бір. Екінші, мына жұмысшылардың жұмыс істеу барысында, енді бұл жерде осы заңға арнайы хабар ұйымдастыруға болады. Бұл ауқымды. Мына жерде қысқаша айтатын болсақ, жаңағы вахтамен жұмыс істейтін азаматтардың жағдайы, іс-сапарға бару кезіндегі қандай мәселелер әкімшілікпен шешілу керек, еңбек демалыстарына қатысты, материалдық шығындарды өтеуге қатысты, азаматқа келтірілген жазатайым оқиғадан денсаулығына келтірілген зиянды өтеу, соның бәрі нақтыланып көрсетілді. Сондықтан бұл жерде сонымен қоса мына еңбек дауларын жаңағы сотқа жеткізбей-ақ, еңбек дауларын сол мекемеде жаңағы шешуге шаралар алуы да нақтыланып көрсетілді. Яғни барлық мекемелерде тиісті жаңағы жұмысшылардың саны бар мекемелерде тиісті келісім комиссиялар құрылу керек. Одан басқа ұжымдық келісімдерді пысықтап, талқылап, ұжымдық келісім жасауға арналған тағы да комиссия болу керек. Содан кейін төрелік комиссия деген бар. Яғни басқалардың жаңағы араласуымен, жаңағы кәсіподақтардың, адамдар, қызметкерлерінің кіруімен сол арнайы топ болып дауларды шешеді. Сондықтан бұл жерде мына еңбекшілерді, жұмысшыларды қорғау мақсатында осы нақты көрсетілді. Іс-сапарға кетіп бара жатқанда, мысалға бұрынғыдай мекеме бұйрық шығарды, азамат, жұмысшы іс-сапарға кетті. Ал ондай емес, бұл жерде азаматтық қарым-қатынаспен, мекемемен жаңағы азамат шартқа отырып, яғни қайда барады, қанша күн болады, қалай ол ақшасы төленеді, қай жерде демалады, қай жерде тоқтайды, соның бәрі нақтыланып көрсетілу керек. Шарт болады ол. Сол шарттың талаптарын екі жақ орындау керек. Көріп отырсыз ба, қандай алдағы уақытта жеңіл болады. Сонымен қоса мына жаңағы еңбек дауларын қараған кезде де оған арнайы мерзімдер қойды. Мысалға 15 күннің ішінде қаралу керек, 3 күннің ішінде шешім беру керек. Содан кейін сол шешім орындалу керек. Ал немесе жұмысшы екінші тарап әкімшілік онымен келіспесе, ол сотқа шағым беру тағы басқа. Солардың бәрі нақтыланды. Сосын мына бізде облыста осы соңғы кезде ондай даулар қаралды. Мысалға мекеме жұмысшымен шартқа отырады. Егер жаңағы компенсация 3 айлық мысалға компенсация төлесек, жұмыстан шығаруға болады деп екі жақтың келісімі. Енді жұмысшылар жаңағы тиімсіздеу болар мүмкін, бірақ енді қарсы шықпай ондай шарттарға отырған кезеңдер болды. Сол алынып тасталды. Ондайға жол берілмейді. Барлығы заңда көрсетілген, мысалға әкімшіліктің тарапынан, жұмыс берушінің тарапынан жаңағы жұмыстан шығару негіздері ол болады. Сосын жұмыстың тарапынан оның еркі бойынша жұмыстан босату сол ғана қалып отырды. Сондықтан бұл жерде екі жаққа да тиімді көп өзгерістер енгізіліп отыр осы заңмен. Әкімшілікке де, жұмысшыға да арадағы қарым-қатынасты жаңағы сотқа жеткізбей-ақ көп жағдайда
сол мекеменің өзінде шешуге бағытталып отыр. Яғни шешімін таппаса үшінші тарап болып, жаңағы топ болып, ымыраға келтіруге әрине, дейсіз ғой. әрине. Түсінікті. Құрметті көрермен, хабарымыз тікелей эфирде. Сұрақтарыңыз болса атсалысыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 30-30-08. Студия қонақтарына сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, белсенді болыңыздар. Енді осы жерде тағы да сұрай кетейінші, мына төтенше жағдай кезінде кәсібі уақытша тоқтаған кәсіпкерлер бар. Енді осындай жағдайда қосымша шығындарын сот арқылы даулай алады ма? Енді заң талабы бойынша кез келген адам өзінің құқығын қорғау үшін талап арыз бере алады. Ол жерде біз тосқауыл шектеу қоя алмаймыз. Береді, бірақ біз мына осы жаңағы төтенше жағдайды қазір форс-мажор деп алып отырмыз. Яғни бұл адамның еркінен тыс күш та. Сондықтан осы төтенше жағдайдың әсерінен екі тарапта, жаңағы шартқа отырған екі тарапта бір-біріне қойылған міндеттері мен құқықтарын іс жүзінде жүзеге асырылмай қалды да. Сондықтан бұл бәрімізге белгілі мәселе. Ол фактіні анықтаудың сотқа келіп қажеті жоқ. Яғни соттар жаңағы төтенше жағдайда мына шарттың талаптарының орындалуына осы төтенше жағдайдың әсері тиіп орындамауын негізге алып, онда жаңағы талап арыздар ондай қанағаттандырылмауға тиіс жалпы. Бірақ әр істі қараған кезде оның несіне жаңағы істің мән-жайларына толық біз баға беруіміз керек. Ал енді осы төтенше жағдай кезінде мына еңсерілмейтін күш мән-жайларды реттеу анықтау үшін сотқа жүгіну, яғни оны заңды факт деп тану міндетті болып саналады ма? Жоқ, ол міндетті емес, сотқа жүгінудің қажеті жоқ, ол бәрімізге белгілі факт. Ол еңсерілмейтін күш, ол форс-мажор, яғни шарттың талаптары екі жақтың құқықтарына, міндеттеріне қатысты емес, үшінші күштің әсерінен орындалмаған біз негізге аламыз. Ешқандай өндіре алмайсыз. Түсінікті. Рахмет. Енді келесі сұрақ Ержан Өсерханұлы. Енді осы төтенше жағдай кезінде қылмыстық тергеуді қосымша талап ететін істер қайта қаралады ма? Қалай қаралды? Турасында айтып өтсеңіз. Сұрағыңыз түсінікті. Төтенше жағдайға байланысты соттар айтып кеткендей қашықтықтан істі қараған уақытта әрине қорғау тарапы мен айыптау тарапының арасындағы бәсекелестікті сақтау мақсатында қосымша дәлелдемелерді алдыру, оларды зерттеу, немесе қосымшаларды сұрау жөніндегі өтініштер түсіп жатты. Оны сот қанағаттандырып, қосымша дәлелдемелер берген жағдайда оны көшірмелерін екінші тарапқа беріп, оны зерттеу үшін өздеріне дәлелдемелерді қарап шығу үшін уақыт беріліп, сол уақыттан кейін оны бас сот талқылауында талқылап шешім қабылдап отырды. Ал қосымша куәларды шақырту жөнінде оларда істің мән-жайына қарай сәйкес шешіліп отырды. Қанағаттандырған жағдайда ол куәларды қосымша байланыс құралдары арқылы онлайн режимде сұралып, қылмыстық жауапкершіліктері ескертіліп, осындай баға беріліп отырды. Сұралып болғаннан кейін олардың қолхаттары сот приставтары арқылы сотқа тапсырылып отырды. Бұл жөнінде қазір соттардың іс-әрекеттеріне басқа да назарға алынбады деген арыз-шағымдар түскен жоқ. Түсінікті. Рахмет. Бізге алғаш хабарласқан көрермен бар. Қабылдап көрейік. Сіз желідесіз, тыңдап тұрмыз? Тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сұрағыңыз, мен деген осы төтенше жағдай уақытында қызыма деген әкелік саңызды алиментті алайын деп едім. Соған почта арқылы хат жібергенмін. Мен 18-іне Ақтау қаласы шыққан, мен Жаңаөзен қаласында тұрамын. Жол жабық мен барайын десем, мен қолдан келсе тездетіп алиментімді өндіріп алса деймін. Себебі деген мен 3 балалы жалғызбасты анамын. Маған 42.500 теңге де түскен жоқ. Ешқандай көмек келмейді. Үкіметтен ешқандай ақша алмаймын. Сондықтан тездетіп осы алиментті өндіріп алғым келеді. Түсінікті. Рахмет. Яғни сұрағын төркіні 18-ші мамырда. Сіздің арызыңызды қарау ешқандай қиындық тудырмайды. Сіз өзіңіз жаңа қашықтан қатысып қарауыңызға болады, немесе жаңағы өзіңіздің қатысуыңызсыз қарауды сұрасаңыз да болады. Жалпы арыз қанағаттандырылу керек. Енді әке алимент материалдық жаңағы көмек беру керек қой өзінің кәмелетке толмаған балдарына. Сондықтан ол жерде ешқандай қиындық туғызбайды. Түсінікті. Рахмет. Тағы да келесі сұрақ Ержан Өсерханұлы, өзіңізге енді осы қылмыстық істердің енді айырмашылығы жоғары ғой, енді азамат істері қарағанда. Осы істерді онлайн қарау кезінде қандай да бір қиыншылықтар болды ма?
Енді Қазақстан Республикасы жоғары соты осы сот билігінің ашықтығын, қолжетімділігін, жариялығын және халықтың сотқа деген сенімін арттыру мақсатында 7 бағытты белгіледі. Соның бірі e-сот бағыты болды. E-сот деген бұл соттардың жұмысын цифрландыру. Бұл деген бірнеше жылдардың жұмысының нәтижесінде бүгінгі таңда барлық сот залдары бейне және аудио құрылғылармен жабдықталып қаралуда. Сонымен қатар соттарға қолжетімді болу үшін азаматтар немесе тараптар өздерінің сотқа тапсыратын құжаттарын бәрін бірыңғай терезе қағидаты бойынша сот кабинеті арқылы тапсырып, өздеріне тиісті істердің қозғалысын қарап отыруына толық мүмкіндік алып отыр. Сол жұмыстардың нәтижесінде біздер төтенше жағдай жариялаған кезде бірден конституциялық құқығын бұзбау және оның денсаулықтарын сақтау мақсатында қандай шешім қабылдауымыз дегенде бірден осы IT технологиялар қолдануға көштік. Сондықтан бұл әрине бірінші кездерде тараптардан оны дауысын естілмей қалуы немесе іске қосылу жөнінде біраз сұрақтар туындады. Ол жағын біздің IT мамандарымыздың бізде төрелік бағдарламасы бойынша TrueConf қосымшасы бар. Сол арқылы ол жетіспеген жағдайда WhatsApp арқылы және басқа да Zoom және де Skype бағдарламаларын қосып, сол арқылы мәселелер шешіліп отырды. Бұл деген мәселе тек қана соттарға ғана тәуелді емес, себебі тараптардың екінші өздерін қолданып отқан ұялы байланыс құралдарына және оның интернет сапасына да біраз мәселелер болды. Ол да бүгінгі таңда шешіліп отырды. Себебі біз алдында да бұл e-сот бағдарламасы бойынша қашықтан істерді қарап жүрдік. Оған мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары, адвокаттар, іске қатысып жүрген тараптар оны қолдана білді. Алдында бірінші қолданушылар жөнінде алдын ала біздің сот мамандарымыз олармен хабарласып, нұсқаулықты беріп, сол арқылы қолданды. Бүгінгі таңда біздің арамызда соттарда қашықтан қарау жөнінде ешқандай сұрақтар туындап отырған жоқ. Сонымен қатар цифрландыруға көшкеннен кейін бұл тараптарда бүгінгі таңда барлық интернет желілерінде өздерінің оң бағаларын беріп отыр. Себебі олардың басты көрсететіні өздерінің уақытын үнемдеп отыр біріншіден, екіншіден жол қаражатын да үнемдегенін аса айтып, соттың қаралып жатқан қашықтан қараудың сапасын жоғары бағалап көрсетіп отыр. Бұны да біз енді алдыңғы уақытта қолданамыз деген ойымыз бар. Оны қолдану қылмыстық процесс кодекске байланысты соттардың өзінің құзырында. Түсінікті, рахмет. Жаңа алғашқы хабарласқан көрерменіміз кезекші редакторға тағы да өзінің сұрағын жолдаған екен. Енді мен ендігі әрекетім қандай болу керек? 18 мамыр күні өтіп кеткен, енді 25 мамырда ашылады Маңғыстау облысы бойынша. Енді мен қайда баруым керек? Жоқ, талап арызды қалалық сотқа бердім деді ғой. Мен қайта беру керек па? Жоқ, талап арыз қалалық сотқа берілсе, қалалық сот міндетті түрде қарайды. Талап арызды қайтарып жіберу немесе жаңағы қабылдамау деген ол жаңағы заңда көрсетілген реттерде ғана жол беріледі. Ал бұл кісінікі жаңа құжаттардың бәрі жеткілікті болатын болса, қалалық сот қабылдап алған болар. Енді қарайтын болар. Фамилиясын мен бүгін ат жөнін жазып алайын, сосын қалалық соттан сұрап. Сіз өзіңіздің эфир барысында жұмыс телефоныңызды айтып өтсеңіз, мүмкін ол кісі өзіңізге хабарласар. Иә, біздің жаңағы ұялы телефонымызға байланысын 8-702 888-55-44 телефонына мен көтеремін жаңағы, сосын тікелей өзіне жауап беремін. Түсінікті, рахмет. Енді келесі сұраққа тоқталайық. Осы егер міндеттемеде төтенше жағдай енгізілуіне байланысты бұзылса, шарт тарабы дейміз, міндеттемені орындамаған үшін жауаптылыққа тартылады ма, ондай көзделген бе? Жауапкершілік жалпы қандай жағдайда жауапкершілікке тартылатынын тұлғаның, оның бәрі заңмен бекітілген. Енді төтенше жағдайға байланысты келетін болсақ, онда біз жаңағы әрбір істі қараған кезде оның тиісінше шарттың талаптарын орындамағаны сол төтенше жағдайдың себебі оған себепті ма, себепті емес па, сол жағын анықтауымыз керек. Төтенше жағдайға ешқандай қатысы жоқ, тиісінше орындалмай жатса, ол бір мәселе. Ал егер төтенше жағдайдағы шектеулердің кесірінен өзінің міндеттемелерін орындамай қалса, онда бір мәселе. Сондықтан жалпы жаңағы бұзылған құқық барлық кезде қалпына келтірілу керек, бірақ мына төтенше жағдайды біз ескеруіміз керек міндетті түрде. Арасында тиісінше орындамау мен жаңағы төтенше жағдайдың арасында байланыс болу керек. Түсінікті. Енді осы төтенше жағдайға байланысында алайда бір әлде шектеулер бар, осы арнайы шектеулі шараларын бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтың 476 бабымен әкімшілік жазаға тартылады ма?
Бұл мына төтенше жағдай кезіндегі құқық бұзушылық бойынша жауапкершілік көзделген 476 бап бойынша. Енді оны біз осы 11 мамырға дейін қолданып келдік. Тиісті жауапкершілікке тартылды. Одан кейін ол бап төтенше жағдай жойылғаннан кейін ол бап жұмыс істемейді. Барлық істер өндірістен қысқартылуға жатады. Түсінікті. Енді келесі сұрақ Ержан Өсерханұлы, өзіңізге. Осы төтенше режимі тоқтағаннан кейін осы соттардың жұмысы қалай өзгереді? Белгілі бір вирустың алдын алу үшін келушілердің дене қызуын тексеріп, қандай да бір анықталып жатса, кейін қайтарылып, көп адамдар жиналмау маңыздылығы қаншалықты болады? Әрине, мына төтенше жағдай бүгінгі таңда тоқтатылғанмен, карантиндік шаралар тоқтатылған жоқ. Ол шараларды біз қатаң сақтауға міндеттіміз. Сондықтан да мына барлық келушілердің бәрі бірінші сотқа келген кезде оның дене қызуын өлшеп, егер оларда қандай да бір белгілері байқалатын болса, оларды соттың ғимаратына кіргізбей, ал іске қатысты тұлғалар болатын болса, олардың істері кейінге қалдырылады. Егер денсаулығына байланысты ұзақ мерзімге қатыса алмайтын болса, ол істер қылмыстық процесс кодексіне байланысты төтенше жағдай деп саналып, ол тоқтамға алынады. Сонымен қатар бүгінгі таңда біз қазіргі қатаң карантиндік шараларды қолдана отырып, сотқа қатысты емес тұлғалардың бәрін сотқа кіргізбейміз, ал қылмыстық істердің бәрі қашықтықтан қаралып жатыр. Барлық істер тек қана қылмыстық іс емес, барлық сотта қаралып жатқан істер қашықтық режимде қаралып жатыр. Ол егер тараптар ол міндетті түрде зерттеліп, немесе өзінің құқығын бұзбау үшін менің қатысуыммен тікелей қарау деп айтатын болса, онда істер тоқтамға алынып, немесе кейінге қалдырылып жатыр. Бүгінгі таңда енді мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мына соттың біз осы төтенше жағдайға жариялануына байланысты біз сынақтан өткіздік десе де болады толығымен. Ол өзінің жаңағы нәтижесін берді, тараптар да жақсы баға беріп жатқандай. Бұл бағыттағы жұмысты біз ары қарай қолдаймыз және тараптарды осы сот арқылы қашықтан қатысуға шақырамыз. Түсінікті, рахмет. Енді Нұреке, келесі сұрақ өзіңізге. Осы банкрот, мемлекет сатып алуда бір туындаған бір сауалдар бар екен. Осы жағдайда бір қандай да бір өзіңіздің кеңесі болса айтып өтсеңіз. Енді бұл банкрот деп тану, сосын жаңа мемлекеттік сатып алу барысында орын алып отқан кемшіліктер бойынша дау негізі экономикалық сатыда көптен қаралады. Бірақ мына елбасы, мемлекет басшысы да соған назар аударды. Барлық мемлекеттік органдарды қазір мына банкрот деп тану бойынша талап арыздар бірінші қазанға дейін қабылданбайды. Ал қазіргі кезде өндірісте бар істер болатын болса, ондай іс көп емес, 4 іс бар қазіргі кезде. Оны біз заң талабына қарап шешеміз. Міндетті түрде енді осы президенттің берген тапсырмасын орындауға тырысамыз ғой енді. Ал мына мемлекеттік сатып алу бойынша бұл жерде де мемлекеттік талап арыз беретіндер көбінесе мемлекеттік мекемелер. Сондықтан олар да өздерінің құқықтарын бұзбау керек. Мына төтенше жағдайға байланысты осы мемлекеттік сатып алу барысында жеңімпаз болып танылып, бірақ өзінің міндеттемені орындалмай қалған тұлғаларды егер жаңағы мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тану бойынша талап арыз беретін болса, біз оларды қазір кері қайтарамыз заң талабы бойынша. Ал егер сотта болатын болса, біз солардың бәрін ескеруге тиістіміз. Яғни талап арыз қанағаттандырылмауға тиіс. Түсінікті, рахмет. Құрметті студия қонақтары, бүгінгі хабарымызға келіп, сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Істеріңізге сәттілік. Құрметті көрермен, хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.